Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге өте дәмді, ерекше тойымды асымен бөліскім келіп тұр. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге керекті ет. Бұл жерде еттің мөлшері өте көп. Өздеріңіз қалауларыңызға қарай етті аздау салсаңыз да болады. Бұл жерде 1,5 килограммдай етімізді жақсылап майға қуырып аламыз. Ал нанына келетін болсақ, осылайша етіп жылы суымызды құямыз. Мен енді бір зуаладай бұл жерде қамыр илемекшімін. Ішіне зелен, кепкен зелендерім бар, соны салып жібердім. Укроп, петрушка және де бір жұмыртқамызды, тұзымызды салып қамырымызды илеп аламыз. Ал толық қамырымызды иледік, енді оны 10-15 минут қоямыз. Ал етіміз өзінің сөлінде пісіп жатыр. Ешқандай су құймаймыз, тұзымызды салып, астын жай отта өзінің суына етіміз піскенше бұқтырып қоямыз. Ендігіде бізге жуа керек. Жуамызды 1-2 штук жарайды. Сол жуамызды турап қуырылып жатқан етімізге саламыз. Ал етіміз жақсы пісіп жатыр. Ендігіде бір үлкен помидорымызды саламыз, және де 1-2 болгар бұрышын салып, 6-7 картошкамызды салып, тұзымызды саламыз етімізге дәміне қарай. Сосын бәрін бірге бұқтырамыз. Дайын тұрған қамырымызды жұқаша етіп жайып аламыз.
Ал қамырымызды толық жайып алдым, ішіне майын жақтым. Мен теркіден осылайша етіп асқабақты өткізіп салдым. Ішіне тұзын, бұрышын, кішкене дәмі кірсін деп осылайша етіп рулетше етіп ораймыз. Бұның ішіне енді асқабақты салмай, тек қамырын май жағып осылай орасаңыздар да болады. Бұл да енді өзінше бір ерекше дәм береді деп асқабақ салдым. Ендігіде осыны бір кіші размерде барлығын тураймыз. Көріп тұрғандай қамырымызды толық кесіп алдық. Енді пісіп тұрған асымыздың үстіне барлығында тізіп салатын боламыз. Кішкене су құйып жібереміз қазір. Сосын жай отта бір 45-50 минут пісіретін боламыз. Толық асымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Осылайша етіп жасап көріңіздер. Маған қолдау көрсетіп қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Комментарияға өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Және қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын. Менің каналымда осындай алдағы уақытта көптеген рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болып әрбір асыма өздеріңіздің ыстық лебіздеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет.